сыңар. Киноға шақыратын болдың ба? Иә, Тики, бірақ оны қалай айтар екем? Сәлем, Адриан, менімен бірге, ла-ла-ла. Соны айтам, мен олай жасай алмайым. Оны көрсем болды, аяқ қолым істемей, есімнен тана бастаймын. Маринет, түрін көрмесең жөндеп сөйлесе алар едің ғой, онымен солай ма? Мүмкін. Мұның жолы біреу, ол телефон, Маринет. Оның телефон нөмірін табуың керек. Адрианның нөмірін кімнен алу керектігін білем. Шеберлігіңді көрсете білдің деп ойлайым, Тео. Жолы лебізіңізге рахмет. Леди Багпен танысқым келеді. Маған шабыт берген суретке жауап жазар деген үміттемін. Бұлар қайда жүр? Леди Баг пен супер мысық ендігі келуі керек еді. Тыңда, ойыңнан қоспа, одан да мәтін бойынша оқи берші. Бірақ мұғалімдердің барлығы маған мәнерсіз оқисың дейді. Ендеше мәтінді жаттап ал, бәрі оңай, тек қорықпа, және тым әсірелеме. Қош, бәрібір ештеңе болмайды. Кеш, нөмірін теріп қойдым. Сәлем, бұл автожауап бергіш, хабарламаңызды қалдырыңыз. Автожауап бергіш қосылған екен. Мәтінге қарап, хабарлама қалдыр. Сәлем. Адрианның автожауап бергіші. Бұл Маринет. Саған бір хабарламасы бар. Енді бұл сенің телефоның болғандықтан... Маған хабарлас. Көріскенше сау бол. Не? Енді не деуім керек еді? Сәлем, сымбаттым. Бұл Маринет. Сені киноға шақырайын деп едім. Бірақ сенімен тек мына телефон арқылы ғана кекештенбей сөйлесе аламын дейін бе? Бұл деген масқара емес пе? Хабарламаны тыңдау үшін бірді басыңыз, өшіру үшін екіні басыңыз. Екіні бас, екіні дейін. Хабарламаңыз сақталды, сау болыңыз. Бәрі сен ойлағандай жаман емес. Жарайды, жаман. Ерте ме кеш пе оны жақсы көретінді айтар едің ғой. Демек, мұның өз жақсы жағы бар. Автожауап бергіш менің айтқандарымның барлығын жазып алды. Жаза берсін. Оны сымбаттым дедім. Бұл хабарламаны ол тыңдамау керек, Аля. Әйтпесе ұяттан кірерге тесік таппайым. Жарайды, маған бір ой келіп тұр. Егер өзі жауап бермесе, демек Адрианның қолы бос емес. Яғни оның телефонын алуыңа болады. Бірақ ол қазір қайда болуы мүмкін? Жаттығуда. Ол қазір семсерлесу сабағында. Сол себепті маған жауап бермеді. Сабағы 22 минуттан соң аяқталады. Расымен ақылыңнан адасайын депсің. Соны білемісің? Сізге жаңа бір хабарлама келді. Су ішіп келейін, қазір келем. Плак, қомағай! Саған бір жаңа хабарлама келді. Қане, тексеріп көрейік. Белгісіз нөмір хабарласыпты. Сосын Нино, қап, біз кешігіп жатырмыз. Дайындал, Плак. Хоппа! Әне қараңдар! Сәлем! Бүгін Леди Баг пен супер мысыққа арналған мүсіннің ашылуы ғой. Қап, есімнен шығып кетіпті. Мен де ұмытып кеттім. Бірақ сен барам деген жоқсың ғой? Жоқ, яғни, не ғой, есімнен шығып кетті. Айтпақшы, Адрианның телефонын ашылу салтанатынан кейін іздейікші. Бөгеле берсек, Адрианның жаттығуы аяқталады. Сосын әлгі хабарламаны тыңдап қоюы мүмкін. Бірақ бұл ашылу туралы мектеп блогына мақала жазуымыз керек. Ренжімеші, Маринет. Ештеңе етпес, өзім бірдеңе қыламын. Тырыс көрермін. Сенімдісің бе? Әрине. Жақсы, онда іске сәт, абайлап жүр. Сосын әсірелеп жіберме. Леди Баг ашылу салтанатына бару керек. Бірақ Маринет әуелі мектепке кіруі тиіс. Бұл ашылу салтанаты сенің құрметіңе жасалып жатыр. Сол абыройымды қазір сақтап қалуым керек. 5 минуттың ішінде бәріне үлгеруім керек. Содан кейін ашылу салтанатына барамыз.